Сәлематсыздар. Мен бүгін сіздерге дұрыс тамақтану жолымен жасалынатын қыша тұздығында дайындалған тауықтың аяғын жасап көрсетемін. Куриный голень горчица дейді. Ол үшін бізге керегі жаңағыдай тауықтың аяғы. Менде 12 штук, бірақ рецептіға 2 штукқа жазамын. Арғарай өздеріңіз есептеп аласыздар. Тұзын, қара бұрышты және бізде кептірілген чеснок, сосын жаңа көргендеріңіздер нежный карри деген бар, содан саламын. Өте дәмді, маған ұнайды. Горчицаны 2 тола ас қасық салдым. Кәдімгідей дүкенде сатылатын горчица. Бәрін қосып, осылай мариноваттап етіп қоямыз. Бетін жауып, кем дегенде жарты сағатқа қоямыз, бірақ та 3-4 сағат тұрса өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Уақыт өте келе осындай фольганы аламыз да ораймыз, конверт етіп ораймыз. Видеода көргендеріңіздей. Әзірше духовкамызды 170 градусқа қойып қоямыз, ысы береді. Бәрін дайындап аламыз осылай. Одан кейін духовкаға 170 градусқа 25 минутқа қоямыз. Достар, егер менің каналыма жазылмасаңдар, жазылып қойыңыздар. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздерге ол уақыт алмайды, ал менің каналымды дамытуға көмектеседі. Міне 25 минут уақыт өте келе, осылай бәрінің аузын ашамыз. Және де 10 минутқа қойып қоямыз. Бәрін осылай етіп ашып алып, қойып қоямыз духовкаға. Уақыт өте келе 10 минуттан кейін міне біздің тамағымыз дайын, өте дәмді. Отбасыларымызға кешкі тамаққа жасауға болады. Қасына гарнирға овощной гарнир жасауға болады, болмаса күріш пісірулеріңізге болады. Ал егерде мен сияқты мынандай картошка пісіргілеріңіз келсе, қоңырауды басып қойсаңыздар, мен саламын, рецепті жіберіп алмайсыздар. Осындай етіп те пісіруге болады, өздерің қалауларыңызға байланысты. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болғаным өткен.